Ер адам 8 жылдан соң өзінің туған әпкесіне үйленгенін білген. Ерлі зайыптылар балалы болған соң өздерінің ата-анасы бір екенін білген. Ерекше оқиға туралы ер адам Reddit желісінде айтып берді деп хабарлайды Стан Кейзет ақпарат агенттігі Daily Mirror басылымына сілтеме жасап. Оқиғасымен бөліскен ер адам Америкада тұруы мүмкін. Сөзінше, сәби кезінде оны ата-анасы асырап алған. Ал 8 жыл бұрын іссапарлардың бірінде ол болашақ жарымен танысқан. Кейін жұмысын ауыстырып, сүйіктісінің жанына көшіп келіпті. Қазір олардың 2 баласы бар. Алайда кіші ұлы дүниеге келген соң әйеліне бүйрек ауыстыруға тура келген. Дегенмен туыстарының ешқайсысы донор бола алмаған. Сол кезде күйеуі ДНК тапсырып, өз бүйрегін бермекші болған. Келесі күні дәрігерлер оған донор бола алатынын жеткізіпті. Сосын дәрігерлер лейкоцитарлық антиденені де қосымша тексеруді ұсынды. Ойымда еш күдік болмаған соң келістім дейді ол. Қосымша сараптама кезінде ерлі зайыптыларда сәйкестік деңгейі өте жоғары екені айтылыпты. Кейін дәрігерлер ата-анасы мен баласында лейкоцитарлық антидене сәйкестігі 50%, ал ағасы мен әпкесінде 100% болатынын түсіндірген. Қалжыңдап тұрғаным жоқ, әрі қарай не боларын білмеймін. Біз жақын туыспыз. Оның ерсе екенін білемін, бірақ біздің 2 баламыз бар, ол менің әйелім, деп жазды ер адам. Құрметті тыңдарман, бұл оқиға туралы сіз не айтасыз? Комментарийға өз ойыңызбен бөлісе кетіңіз. Және де қазақша контенттің кеңінен таралуына өз үлесіңізді қосыңыз. Комментарий қалдырып, қоңыраушаны басып, тіркелуді ұмытпағайсыз.